Астана төңірегіндегі жасыл белдеу келешекте Көкшетау орманына барып қосылады. Бүгін Қызылжар орман шаруашылығын тікұшақпен бақылаған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев журналистерге осылай деп мәлімдеді. Президент бастаған бір топ басшы 65 мың гектарды алып жатқан жасыл желекті тікұшақпен бақылады. Астана маңындағы орманды жердің көлемін ұлғайту үшін мемлекет басшысының тапсырмасымен Астана Шортанды тас жолының бойындағы 3 мың гектарға жуық алқап зерттелген. Осы екі аралықтағы 6 мың гектарға орман ағаштары егіліп болды. Оқиға орнынан тілшіміз Нұрболат Туыспайұлы баяндайды. 970 гектар жерді алып жатқан мына жасыл белдеу Қызылжар орман шаруашылығына қарайды 462 гектарға. Бұл жерде ағаштың бір емес бірнеше түрі отырғызылған. Қазір жасыл белдеудің өзі Астанаға қарай жақындап қалды. Арасындағы қашықтық 5 шақырым. Енді 2020 жылға дейін Астана төңірегіндегі дәл осындай жасыл белдеудің аумағы 101 мың гектарға дейін ұлғайтылмақ. 2011 жылдан бастап егілген бұталар біраз бой көтерген. Орманды алқап аққайың, терек, қарағайсында ағаштарға бай. Бес қатармен егілген жасыл желек жазда Астана қаласын шаң тозаңнан қорғаса, қыста бораннан сақтайды. Шыбықтар отырғызыла бастағанда жапан далаға бойсынбауы мүмкін дегенде пікірлер көп айтылған еді. Алайда көз қорқақ, қол батыр. Жасыл белдеуді аралап келген мемлекет басшысы Астана төңірегіндегі орман әрі қарайда үлкейтіле беретінін айтты. Орман деген бұл оттегі, адамның денсаулығы, өкпеге келетін ауаның тазасы. Мына көк желектің жапырақтарының барлығы көмір қышқылды жұтаттағы оттегіні шығарып тұрады. Жерден де, судан да. Осының барлығы қаланың өкпесі деп айтуға болады. Бұл енді елге де, халыққа да, болашаққа жасалып жатқан мәселе. Болашақта мұнда аң құстар да көп болады. Қоян мен түлкі де жоқ емес. Соңғы 3 жылдың ішінде 1000-ға жуық қырғауыл жіберіліпті. Бүгін де елбасының көз алдында орманшылар қырғауылдың тағы бір тобын ұшырды. Алайда жасыл белдеуде аң құс аулауға болмайды. Тыйым салынған. Төңірек күзетшілердің назарында. Орманшысы бар, механизатор бар. Бұл алаңда 60-ға жуық адам еңбек етеді. 2010 жылдан бастап бүгінгі мыңнан артық шығарылды бүгіннен бастап. Пока қырғауыл ғана, естественный среда жаңағы куропаткалар бар, қояндар бар. Бізде бүгінгі жақсы қыстап отыр. Қыстың күні орман ішіне қардың астына өздері кіріп кетеді, жылы жер табады. Сонымен бүгінгі күнге қыстап жақсылап шығып отыр қырғауылдар. Орманшылардың ендігі міндеті осы жасыл желекті жойып алмай Көкшетаудағы табиғи ормандарға қосу. Бұл тапсырманы елбасының өзі берді. Енді Шортанды Щучинск тас жолының бойына жағалай ағаш отырғызу жұмыстары қалып отыр. Осыған орай Ақмола облысының әкімдігіне республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Ал Астана төңірегіндегі жасыл желек халық демалатын орынға айналмақ. Астана қаласының шекарасының ішінде 14 мың гектар осы жасыл белдеудің ағаштары өсіп жатыр. О жерде міне бүгін ұсыныс берілді елбасына. Сол жерде мынау халықтың демалатын зонасын айналдыру. Сол жерде мынау кіші шағын, орта шағын бизнеске мүмкіншілік беру. Сол жерде мынау туризм объектілерін дамытуға. Астана маңында бой көтерген жасыл белдеу келешекте еліміздің басқа да өңірлерінде пайда болмақ. Қазір аймақ басшылары тиісті жобаларды жүзеге асыруда. Нұрболат Туыспайұлы, Өмірбек Ізімов, 24 кз президент телерадио кешенінің көмегімен Ақмола облысы.